қояйық. Жақсы, рахмет. Балалар, өткен сабақты еске түсірмес бұрын мен сіздерге мынандай адасқан сөздерді көрсеткім келіп тұр. Мына адасқан сөздерді ретімен қойсақ, бізге сөйлем шығады. Мен көйлек киемін. Жақсы. 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 Келесі. Hazır, 1 minut. Sarı şaşkın gördüm ya. Жақсы. Балалар, енді осы сөйлемдердің ішіне қазір біз етістікті табуымыз керек. Өткен сірді. Келесі. Амира жауап береді. Өрдім. Келесі. Кидім. Тамаша. Балалар, енді осы сөздерге біз қазір тәтті, қызыл, ұзын деген сөздерді қосымыз керек болады. Бірінші сөйлемде. Мен көйлек кидім. Дұрыс. Ана тәтті бәлішік сірді. Дұрыс. Мен қандай көйлек кидім? Қызыл көйлек кидім. Дұрыс. Сараның шашын өрдім. Сараның шашы қандай болуы мүмкін? Ұзын. Дұрыс айтасың. Ұзын шаш өріледі, иә? Жақсы. Жақсы. Ана тәтті бәлішік сірді. Жақсы. Балалар, енді осы қызыл тәтті ұзын деген сұрақ қойып көрейікші. Көйлектің түсі сұрақ қоямын. Қандай? Қызыл. Жақсы. Бәліш. 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 Келесі. Қандай ұзын. Жақсы. Балалар, енді 1 минут құлағасында мен сіздерге мынандай жұмбақ жасайын деп тұрмын. Ұқсайтын шеңберге қабырғасы жиылып керіледі. Жиһазы мол, кең бөлме, төбесінен жұлдыздар көрінеді. Киіз. Тамаша. Тамаша жауап. Мынау не балалар? Түсі қандай? Ою өрнектерінің түсі қандай? Мен бұны бекер айналдырып тұрған жоқпын, бұның пішіні қандай? Дөңгелек екен, иә? Дөңгелек. Жақсы. Балалар, киіз үй қазіргі заманда қолданыста бар ма? Қолданыста қазір енді мүлдем жоқ деп айтуға болмайды. Қолданыста бар, мал бағатын, жайлауда жазда жайлауға баратын, көктемде көктеуге баратын кісілер киіз үйді қолданады. Өйткені жаңа жұмбақта айтқандай, ол тез жиылып, тез жаңағы жиналады екен. Көшеді ғой адамдар, иә? Жазда жайлауға көшкен кезде киіз үйін жинап алады да, түйеге артады да жайлауға көшеді. Жаңа қыстауға, көктемде көктеуге деген сияқты. Түсінікті ме? Балалар, енді осы киіз үй, жалпы киіз үйдің ішкі құрылысына мән берейікші. Ішкі құрылысы, мінекей киіз үйдің іш жағынан көрінісі қандай болады? Киіз үй ағаштан жасалғандықтан іш жағы кереген. Айтамыз? Кереген. Керегеге бекитін оқ. Ал оқ бізде шаңырақ ұстап тұрады екен. Шаңырақ. Кереге оқ шаңырақ. Сонымен қатар киіз үйдің балаларында үйге кіруіміз керек қой. Оның несі бар екен? Есікті балалар, киіз үйдің есігі деп айтады, немесе сықырлауық деп айтады. Есіңізде сақтайық, сықырлауық. Ал енді балалар, қазіргі біздің өмірімізде біз қандай үйлерде тұрамыз? Көп қабатты дейміз, немесе жер үй дейміз, иә? Жер үй және көп қабатты үй. Ал енді балалар, бұл біз киіз үйді мен сіздерге бекер әкелген жоқпын. Киіз үй біздің ұлттық құндылығымыз болып табылады. Я ата-бабамыз ежелден осы киіз үйде өмір сүрген. Бұрынғы заманда, көшіп қонуға ыңғайлы болғандықтан киіз үйде өмір сүрген. Қазір біз көшіп қонбаймыз ғой. Астанаға, Алматыға, Талдықорғанға деп көшіп қонасыздар ма? Жоқ, біз отырықшы болып, отырықшылыққа айналдық, отырықшылыққа үйреніп жатырмыз. Сондықтан бізде осындай үйлерде өмір сүріп жатыр екенбіз. Балалар, енді киіз үйдің сіздерге арнап алып келген тапсырмасы бар. Тапсырманы мұқият назар аударып тыңдап отырамыз, иә? Мен жаңа айтқанымдай, мынау киіз үйіміздің ішкі
айтықшы. Бұл біздің құндылығымыз ғой, ұмытып қалмас үшін, иә? Не деп айттық? Мына жері. Кереге, олы, шаңырақ. Өте жақсы балалар. Бекіп тұрады, иә? Жақсы. Балалар, бүгін біз жаңағы сіздермен сөз тақтарын өтеміз. Бүгінгі өтілетін сөз тағымыз сын есім деп аталады. Сын есім. Біз бағана бері сұрақты қалай қойдық? Сараның шашы қандай болды? Ұзын болды. Анамыз қандай бәліш пісірді? Бәліш пісірді. Және мен қандай көйлек кидім? Қызыл. Яғни балалар, біз заттың түрін, түсін, дұрыс. Өте жақсы. Сын есімге қандай қайдан сөз болады? Себебі жаңағы қандай деген сұрақтың жасасың, иә? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар, сөз таптарының ішінен сын есімді тауып ажыратуды үйренеміз. Оған қоса сюжетті суретке қарап, шағын жаңағы менің көмегіммен шағын мәтін құрастыруды үйренеміз. Түсінікті ме? Жақсы. Олай біз бірінші тапсырмадан бастайық. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырма. Мен сіздерге бақ-бақ деген өлеңді беріп отырмын. Қазір дауыстап бізге оқиды. Айқын. Қолымызды тұрамыз. Бақ-бақтар, көмек киіз ақ үйлер, түнерді кеп жан-жақтан тамашалап сәбилер. Жақсы. Өлеңді тағы бір өзіміз қайталап оқыламыз. Көзіміз жете ме? Осының ішінен сіздер сұрақ қою арқылы сын есімдерді тауып дәптерге жазуларыңыз керек. Қандай ақтар? Әркім өз жасайды. Дәптерге, иә, сын есімді табамыз. Иә, осы өлеңнің ішіне сын есімді табамыз. Сын есімді тауып дәптерімізге жазамыз. Иә, сын есімді жазамыз. Аттақ, бақ-бақтар, иә, тура киіз ақ үйлер. Төнеді кеп жан-жақтан болады. Тамашалап сәбилер. Осының ішінен тез-тез сын есімді тауып аламыз. Сұрақ қойып атырмыз, иә? Иә, бірінші тапсырма, жылдамдатамыз. Әдемі жазуымыз керек, денемізді дәптерді дүзу бояу, иә? Жарайды, ештеңе дейді. Жазуларың әдемі. Жоқ, сын есімді ғана табамыз. Ішінен сын есімді ғана табамыз. Олай тапсырма. Дұрыс. Жазу қандай тамаша, маржандай екен жазу. Жақсы, жақсы. Иә, тамашалап сәбилер. Ал болды. Бақ. Аха, шындам. Кім орындап болды тапсырманы қол көтеріңізші? Иә, қазір енді өзімізді өзіміз бағалау жүреді. Өзімізді өзіміз бағалаймыз. Қолдарыңызда смартфон бар ма? Мен дескриптор бойынша айтып отырам. Тапсырмаға қарап отырып, бағалауды жүргіземіз. Әр дескриптор бір балға сай болады. Түсінікті ме? Өлеңді оқыдық па? Иә, болса өзімізге бір бал қоямыз. Сын есімді тапсырып, және сауатты әрі көркем жазуымыз керек болған. Тақтамен тексереміз. Жазу көркем өзімізге ұнауы керек, иә, жазуымыз. Астта ақ деген сөз шығады екен. Таттық па? Жақсы. Жоқ. Тура киіз ақ үйлер. Ақ үйлер. Болдық па? Жақсы. Жақсы балалар. Өз-өзімізді бағалаймыз. 3 балл болу керек. Өлеңді оқыдық 1 балл. Сын есімді таптық және жазуымыз өзімізге ұнап, әдемі қатесіз болса, 3 балл. 3 балл қоямыз. Жылжытамыз, ары бері жылжыту. Жақсы. Жақсы балалар. Қаламызды қоямыз. Енді екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырма. Қазір мен сіздерге жүктік жұмысты ұйымдастырамын. Мына тапсырма бойынша тапсырманы орындаймыз. Тез-тез жазып шығамыз.
Тоқтап, оң жерге қой. Жақсы. Келесі қалеки. Көлемін табынайын. Аха. Тамаша, дұрыс. Көлемі қандай? Мынау неге қандай деп ұқсайды? Тамаша. Өте белсенді балалар, жарайсыңдар. Жақсы. Енді осы тапсырма бойынша балалар үшеуін де толтыра алсақ, 3 балл тағы өзімізге қосамыз. Яғни заттың атын атаймыз. Заттың атын атадық, қандай зат екенін көлемін пішінін жаздық және дәмін түсін жаздық, иә? Олай болса, әр тапсырма бойынша ескерек тұрғанша бір балдан бергенде 3 балл болу керек. Кімде жазылмай қалды? Жазылмай қалған жол бар ма? Апай, біз жаздық. Тамаша. Жақсы. Сен енді өзіңді 3 балл. Жолдасына көмектесе ғой. Жақсы балалар. Енді үшінші тапсырма. Жоқ, үшінші тапсырма. Қазір әрқайсыңа беремін. Бұл жерде сөйлемдер жүйесіз болып тұр. Ойланамыз. Ал, таңбалай саламыз балалар. Номерлей саламыз. 1, 2, 3 деп сөйлемнің ретіне қарай номерлей саламыз. Қайсы бірінші, қайсы екінші? Жоқ, осы қағазға бірден орындаймыз. Осы қағазға бірден орындаймыз. Осы қағазға бірден орындаймыз. Балалар, сіздерге мына сурет көмектесуі керек. Осы тапсырманы орындағанда мына сурет көмектесуі керек. Сөйлемдер орын ауысып кетті. Соны бірінші, үшінші деп қойсақ, бәрін шығу керек. Оған адам бұл өзелерін жарай ма? Кім болды? Оқи ғой? Оқи ғой. Мұқия тыңдаймыз. Дұрыс. Дұрыс. Тамаша, өзіңізге 4 балл қоясыз. Айта ғой. Қазір шуламаймыз. Келесі бәтімді ескермеңізші. Түсінікті. Кім ойнап тұр? Жасыл ойнап жатқан. Айта ғой. Оқи ғой. Балалар, көріп отырмын, бәрін орындап отырсыңдар. Мен сіздерге дұрыс жауабын айтайын, өздеріңіз тексеріп жіберіңіздер, жарай ма? Жасылмен берілген мәтіндер қол көтеріп жібереміз, тексереміз. Бірінші сөйлем, жазғы демалыста жайлауға бардым. Екінші сөйлем, тау етегінде киіз үй тіктік. Үшінші сөйлем, ауа райы тамаша, ауасы таза. 4, мен қозы-лақтарды кішкентай, бұзау мен құлынды бақтым. Дұрыс болды ма? 4 балл қоямыз. Келесі, геометрикспен жыл сайын жазда қып-қызыл алма жейміз. Біздің бақшада үлкен алма ағашы өседі. Алма ағашыны атам екеуміз күтім жасаймыз. Алмалары үлкен әрі өте дәмді. Я? Бұл тапсырмада 4 балл қоямыз. Жақсы. Жақсы. 10 балл алғандар қол көтерейікші. Кімде 9 балл? Бізге 10.
Жақсы, тамаша. Балалар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Не құнды болды сіздерге? Сын есім. Тамаша. Қайталадық. Киіз үй туралы мәлімет бердік. Ең бастысы киіз үй біздің ұлттық құндылығымыз болып табылады, иә? Менің бір ауыз сөзім бойынша Кербайдан үйге бердіңізге үлкен рахмет. Үйге тапсырмас есім ережесін жаттау. Қоямыз. Болды. Балалар қоңырау ашуға болады.